Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді, өте сочный, үй жағдайында дайындалатын мантыны бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін ұн, жұмыртқа, тұз, су қажет. Құрғақ ұнға жұмыртқа мен тұзды суды араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеу процесін жеңілдету үшін алдымен шанышқымен, одан кейін қолмен араластырсақ біркелкі жұмсақ болады. Маечкаға орап 15-20 минутқа алып қоямыз. Осы уақытта салмасын дайындауға көшеміз. Тартылған етке ұсақ етіп туратылған пияз, сарымсақ және дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Сорпалы болу үшін 1 кесе су қосуға болады. Демалған қамырды 3 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып, видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен және оқтаудың көмегімен дөңгелек, тегіс жұқа етіп жаямыз. Төрт бұрышты бөліктерге бөліп, салмасын салып, классикалық вариантта түйіп шығамыз. Су қайнағаннан кейін мантоварканы майлап, мантылардың арасын алшақ етіп орналастырамыз. 40-45 минут буда пісіреміз. Ас дайын, астарыңыз дәмді болсын.